Міне бүгін Қарақалпақстан Республикасы Нүкіс қаласында жайласқан сушылар мектебінде Қарақалпақстан Республикасы Су қожалығы министрлігі һәм Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің профессор оқушыларымен біргелікте су қожалығы тарауындағы гидрометрлардың білімін жетілдіру бойынша оқу курсы жүргізіліп жатырды. Бүгін басталып жатырды. Бұндағы оқудың мақсаты гидрометр гидрометрлердің білімін жетілдіру, заманауи технологияларды үйрету, һәмде суды өлшеу құрылмаларының аттестациядан өткеріп, олардың түзету жолдарын, тарировка қылу ұсуларының бірқанша түрлерімен таныстыру, заманауи су өлшеу құрылмаларының, үскенелерінің таза қолдану ұсуларын үйрету, һәмде су өлшеу құрылмаларының, яғни гидропостлардың паспортларын, документлерін, құжетлерін жүзетлестіру, һәм олардың судың есап санағының дұрыстылығын әмелге асыру бойынша мінекей білімдерін асырып жатырмыз. Әзірге суды үнемдеу бірінші бағдарда тұрған бір уақыттың өзінде де сол судың есап санағын дұрыс шешіммен қабылдап, фермерлерге жеткеріп, судың жетіп баруларын тәмінлеу үшін бұлардың су қызметкерлерінің әһмиеті үлкен. Соның үшін бұлардың заманауи суларда өлшеу жұмыстарын үйретіп, судың есап санағын алып бару мақсатында оқу курсы алып барылып жатыр.